ошондо Өркен отбасы деп сайтына киресиз. Және осы жерге мына жерде кіріп тұр, войти деп өзіңіздің эцпыңызбен кіретін боласыз. Личный кабинетке кіресіз. Осы жерде кезекте тұрған күніңіз және қандай категориямен тұрғаныңыз көрсетіліп тұрады. Енді түгендеуді өту үшін екінші тұрған инвентаризация дегенге барасыз. Және инициировать инвентаризацию дегенді басасыз. Енді ары қарай осы обновление жасап отырасыз. Бұл не үшін керек? Бұл сіздің және жолдасыңыздың атында үй бар болатын болса, кезектен шығып қаласыз. Егер жоқ болса, түгендеуден сәтті өтіп, үй кезегінде қала беретін боласыз. Түгендеуде өткен жағдайда ғана конкурстарға қатыса алатын боласыз. Осылай барлық данныйларыңызды базадан тексеретін болады. Сіз тек обновление жасап отыратын боласыз. Және жолдасыңыз болса, сол жолдасыңыздың эцпісі керек, соның согласиясын аласыз. Қазір көрсетемін, қалай алатын. Мынаның барлығы толық, успешно деп шығу керек. Бірнеше уақыт алады, ол біраз уақыттан келіп қарасаңыз да болады, қайтадан шығып кетіп қайтадан кірсеңіз де болады. Біраз уақыттай тексереді, базадан сіздің данныйыңызды алатын болады. Неке барлығы успешно деп шығу керек. Сонда да обновление жасап отырасыз. Қашан келесі шаққа өткенше, шарттардың барлығы толған кезде соңында решение шығатын болады. И дальше обновить етіп отырасыз. Егер некеде болса, осы жерде және 16 жасқа толған, 16 жастан асқан балалары болса, солардың эцпісін мен согласиясуды сұрап тұрады. Обновить етіп отырасыз. Неке соңында решение шығады, успешно деп. Егер член семьи адамның эцпісін сұрап жатса, сонымен қол қоясыз. Қалай қол қоясыз? Тоже осы адамнан шығып кетесіз, войти системой деп. Жаңа қол қой деп тұрған адамның эцпісімен кіріп, согласие деп птичка ұрып, и подписаться етесіз, болды, қол қойылатын болады. И қайтадан осы адамға кіресіз, түгендеу жасап жатқан адамға. И соңында успешно деп, бәрі нормально болса, атында үй шықпаса, успешно деп шығады. Егер басқа жер немесе үй шығатын болса, отказ или ошибка деп шығуы мүмкін. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.